Қыздар, бүгін бізде телефон арқылы таргет жіберу сабағы. Ол үшін қараңыздар. Біз бизнес менеджерімізді барлығын құрып алдық, иә? Енді Google-ға кіреміз. Google-ға кіріп, осы жерге ADS Manager деп жазыңыздар. ADS Manager деп жазамыз. Мінекей қараңыздар. Бірінші тұрғанға кіреміз. Осы жерге кіреміз. Қараңыздар, ADS Manager, открыть ADS Manager дегенді баспаймыз. Екі жақта, шет жағындағы екі сызықты басамыз. Начать дегенді басамыз. Кіреміз осының ішіне. Қараңыздар, бізде ашылды, иә? Жалпы ADS Manager 3 бөлімнен тұрады. Компания бөлімнен, группа объявление бөлімнен тұрады. Қараңыздар, енді жоғары жақта компания бөлімінде қараңыздар, менің жеке рекламный аккаунтым көрсетіп тұр. Осы жерден еще рекламный аккаунт деп, біз жаңағы метадан құрған рекламный аккаунтымызға кіреміз. Мен мысалы мына жерде одеждадан құрдым, иә? Мысалы әсем деген аккаунтыма кіремін. Қараңыздар, ашылды. Енді мына жерде черновикте тұрғанда өшіре салайын, менде оның алдында қалып қойған. Енді қараңыздар, мына жерде создать деген батырманы басып, рекламамызды жіберетін боламыз. Создать батырмасын басамыз. Неге қараңыздар, бізде жалпы 6 цель бар, иә? 6 цель шықты. Бұның барлығын сіздерге келесі сабақта айтамын. Көбінесе бізде трафикпен, вовлеченностьпен береді. Вовлеченность деген, яғни WhatsApp-қа клиентқа келу. Клиенттер WhatsApp-қа түседі. Енді біз вовлеченностьпен береміз қазір. Осын басасыздар, продолжитті басамыз. Осы жерде қыздар қараңыздар. Мына жерде екінші тұрғанда басамыз. Ручная настройка дегенді басамыз. Далее батырмасын басамыз. Неге бізде бірінші бөлім ашылды. Название компании деген жерге, яғни названиесін жазамыз, атауын жазамыз. Мысалы мен одежда деп жазамын. Сіздер кез келген қандай жарнама бересіздер, қай салаға соны жазасыздар. Өздеріңізге болса да осы жерге жазып қоясыздар названиесін. Енді төменгі жақта мына жерде бюджет деген бар, иә? Бюджет дегенді қосып қоямыз. Сосын мына жерде астыңғы жақта бюджет компания деген жерде күнделікті бюджет қоясыздар. Осы жерге мысалы өздеріңіз білесіздер қанша қоясыздар. Бұл сіздерден рекламаларыңыз күнделікті шығып тұрады, сонда күнделікті осы ақшаны алып отырады. 5 бюджет, 6 бюджет қойсаңыздар болады әзірге. Мен мына жерге 10 бюджет қоямын. 10 бюджет, $10 қоямын, яғни. Екен мына жерде астыңғы жағында далее батырмасын басамыз. Бізде екінші бөлім ашылды. Екінші бөлім, яғни группа объявление бөлімі. Қараңыздар, бұл жерде де названиесін қоямыз ең бірінші. Названиесін жазып аламыз. Мысалы мен бұл жерге одежда деп жазайын, женская одежда деп жазамын. Қараңыздар, мына астың жағында тип рекламы деп тұр. Мына жерде жалпы барлығы дұрыс өзі таңдалып тұр. Вовлеченностьпен таңдағаннан кейін, яғни бізге WhatsApp-қа түсетін болып. Мына жерде қараңыздар, страница таңдайсыздар. Мысалы, менде көп страница бар. Сіздер өздеріңізде қанша страница бар, қай страницадан жібергілеріңіз келеді, соны таңдайсыздар. Яғни Instagram, WhatsApp жалғанып тұрған страницаларыңызды таңдайсыздар. Және мына жерде приложение для обмена сообщений дейді. Яғни сізге адамдар қай жерге сообщение жазғанын қалайсыздар. Осы жерден мысалы Instagram таңдасаңыздар болады. Мына жерде мессенджерді алып тастаймыз және WhatsApp-ты қоямыз, иә? Мына жерде менде номер дұрыс тіркелмеген екен. Осылай WhatsApp басылмай тұрса, онда мына астыңғы жағында подключить номер деген бар. Подключить еще один номер деген тұр, иә? Соны басасыздар. Сосын номерлеріңізді тіркей қоясыздар. Яғни бизнес WhatsApp-тарыңызды тіркейсіздер осы жерге. Негізі бұндай шықпау керек. Менде қате
қате тіркеліп қойған ба, сондай болып тұр. Далее батырмасын басамыз. Енді қараңыздар. Бізде Instagram, WhatsApp'ымыз тіркелді. Осы жерге WhatsApp'қа, Instagram'ға бізге сообщение келетін болады. Instagram'да алып тастасаңыздар да болады, өздеріңіз білесіздер. Келесі төменгі жаққа түсеміз. Төменге қарай түсеміз. Мына жерде бізде бюджет и график деп тұр. График қойсаңыздар болады, яғни қай күнге дейін бересіздер. Оны қойсаңыздар да болады, қоймасаңыздар да болады. Келесі бізде аудитория бөлімі, Аудитория бөлімі мына жерде ең астыңғы жағында көк жазумен тұр, переключиться на исходные настройки аудитории дегенді басамыз. Осы жерде мына жерде использовать исходную аудиторию дегенді басамыз. Яғни біз аудиторияның настройкасын дұрыстаймыз. Мына жерде қараңыздар енді. Ең бірінші местоположение кіреміз. Қазақстан деп тұр, Егер сіздер барлық Қазақстанға жіберетін болсаңыздар, Қазақстан деп жібере бересіздер. Ал егер бір қалаға, өздеріңіздің қалаларыңызға жіберетін болсаңыздар, онда осы жерге постикке жазып таңдайсыздар. Мысалы, мен қазір Қостанай деп таңдаймын. Неге қараңыздар. Қостанай таңдалды. Енді менде телефонда осылай жақындатып алыстата аламын. Сіздердің телефондарыңызды білмеймін. Неге қараңыздар. Енді астында возраст деген тұр, Осы жерден возраст таңдайсыздар, яғни жас аралығын таңдайсыздар. Осы 18 дегеннің үстін басасыздар. Мен мысалы 20 жастан 45 жасқа дейін таңдаймын. Сіздер енді өздеріңіз білесіздер. 45. Таңдалды. Енді мына астында пол деп тұр, Бұл жерде мысалы, егер сіздер таңдамасаңыздар болады, осылай қалдырсаңыздар, лица любого пола деп. Ал егер әйел адамдарға ғана жіберетін болсаңыздар, тек қана мысалы женщина таңдайсыздар. Болмаса все деп жібере берсеңіздер де болады. Мен женщина таңдаймын. Және астыңғы жағында сохранить аудиторию дегенді басамыз. Осы жерде мысалы название аудитория дейді. Атын жазасыздар. Мысалы мен Қостанай одежда деп жазайын. Қалаларыңызды жазсаңыздар болады. Осы жерден сохранить басамыз. Енді қараңыздар. Төменге қарай түсеміз. Бізде место размещениеге барамыз, ең астындағы. Мына жерде менде барлығы дұрыс таңдалып тұр, көрдіңіздер ме? Қостанай 20-45 деп. Енді мына место размещениеде екіншіні таңдаймыз. Выбор место размещения вручную деген таңдаймыз. Осыны таңдаймыз. Сол кезде бізде выбор шығады. Яғни біз бұл жерде рекламамызды тек Инстаграмға ғана жіберетін қылып таңдап аламыз. Бұл жерден мысалы Фейсбукты, мессенджерді алып тастаймыз. Мынаны алып тастаймыз. Мессенджерді алып тастаймыз. Тек қана бізде Инстаграм ғана қалды. Яғни рекламамыз тек қана Инстаграмға ғана шығады. Астыңғы жағындағы далее батырмасын басасыздар. Бізде үшінші бөлім, бұл объявление бөлімі. Неге бізде ашылды? Бұл жерге де названиесін жазасыздар. Жоғарғы жағында название жазып аламыз бірінші. Осылай жақындатып алсаңыздар болады телефонмен. Өздеріңізге ыңғайлы болады. Одежда деп жазайын. Мына жерде барлығы дұрыс таңдалып тұр. Создать рекламу. Бір деп қоя салсаңыздар да болады негізі. Өздеріңіз білесіздер негізі названиесін, атауын өздеріңіз қоясыздар. Мына жерде енді қараңыздар, рекламный креатив дегеннің астында добавить медиафайл деген бар. Соны басамыз. Добавить изображение или видео деп тұр. Бірінші мен изображениені таңдаймын. Мен тек қана фото жіберемін. Мына жерде загрузить дегенді басасыздар. Біздің галереямыз ашылады. Осы жерден өздеріңіздің рекламаларыңызды таңдап аласыздар. Мен қазір бір рекламаны таңдай салайын. Қазір
мысалы мынаны таңдай берейін мен. Готов дегенді басасыздар. Таңдалды. Енді мына жерде Дали деген батырманы басыңыздар. Дали. Осылай жақындатып алып бассаңыздар болады. Телефонмен негізі кішкене ыңғайсыз. Мүмкіндіктеріңіз болғанша ноутбукпен жібергендеріңіз жақсы. Егер ноутбук болмаған жағдайда осылай телефонмен жібересіздер. Енді қараңыздар, мына жерде мысалы бірінші фото менде мысалы лентаға жақсы кетті, бірақ Reels видеоға мынау размері дұрыс келмей тұр, образец дегенді басып размерін қойып алсаңыздар болады, бірақ ол кезде менің жазуларым қиылып қалайын деп тұр. Сол себепті заменитті басамыз. Заменитті басып, тура сол размерді алдын ала істеп алсаңыздар болады. 9:6 деген размер. Соны айншот программасымен басқа да программалармен істеп алсаңыздар болады. Мысалы мен мінекей таңдадым. Готовты басамыз. Готово. Загрузка жүріп жатыр. Мен азатты басып қойдым. Менде мысалы артқа шығып кетті. Қайтадан Далені басып кіресіздер. Қазір қайтадан тура сол жерге кіреміз. Дали. Мінекей қараңыздар. Мына жерде енді мына фотоны таңдап тұрмын, екіншіге. Далені басамыз бұл жерде. Осылай жақындатып алып бассаңыздар болады. Мінекей бізде шықты. Қараңыздар, размері барлығы толық дұрыс тұр, я болмаса ештеңке өзгертпей сол қалпында да жібере берсеңіздер болады. Енді готованы басамыз. Қараңыздар, бізде мысалы мына жерден көре аласыздар, шет жағынан лента, Reels'қа қалай шығатынын перед просмотрды басып қарай аласыздар. Барлық жақсы қойылды. Енді мына жерде қараңыздар, основной текст деген бар, сол жерге, яғни фотоның астында, рекламаның астында сіздердің жазған сөздеріңіз шығып тұрады. Осы жерді жақсы толтыру маңызды. Мысалы мен толтырайын: сапалы әрі сәнді киімдер 20% жеңілдікпен деп жазамын. Сіздер де осындай основной текст жазасыздар. «20% жеңілдік». 20% жеңілдік деп жазамыз. Мына жерде астында тұрған «Напишите нам» дегенді өшіріп тастайсыздар, қыздар. Одан кейін, мысалы, мына жерде «Отправить сообщение» жазылып тұр, Оны подробный қойсаңыздар болады, я болмаса сол «Отправить сообщение» WhatsApp дегенді қойып қоясыздар. Менде бір номер басқа страницаларымда да жалғанып тұрғаннан кейін менде ошибка деп шығып тұр. Мен сол үшін подробный батырмасын қойдым. Сіздер «Отправить сообщение WhatsApp» дегенді қойсаңыздар болады. Енді мына жерде қараңыздар, «Редактировать» дегенді бассаңыздар болады. Бұл жерде, қыздар, бұл жерде бізге клиент келген кезде біз не деп жауап береміз? Автоматически ответті басып қойсаңыздар болады. Яғни сіздерге кез келген уақытта сіздер телефондарыңызды ұстамасаңыздар да автоматически ответ болып тұрады. Мінекей қараңыздар, мына жерде шаблон сообщение деп тұр ғой, соның астына кіреміз, редактировать етеміз. Мына жерде енді телефоннан қатты толық ашылмай тұр, ноутбук болмағаннан кейін, бірақ телефонмен осылай жасай берсеңіздер болады. Неғұрлым ноутбуктарыңыз болған жағдайда ноутбукпен жібересіздер, егер болмаған жағдайда осылай толтыра бересіздер. Бұл жерді толтырса да болады, я болмаса толтырмаса да болады. Автоматически қоймай қойсаңыздар да болады, өздеріңіз жазып отырам десеңіздер. Мысалы, бұл жерге мен сізге міндетті түрде жауап беремін деп жазып қойсаңыздар болады. Мына жерде қараңыздар, вопрос 1, вопрос 2 деп тұр, оларды толтырсаңыздар болады. Клиент сізге не деп келгенін қалайсыздар, соны жазып қойсаңыздар болады. Бұл жерде негізі маңызды емес. Сохранить батырмасын басамыз. Көрдіңіздер ме? Мына жерде мысалы шығып тұр, могу ли я совершить покупки деп тұр. Осы жерге осындай, осының барлығын қазақша толтырып қойсаңыздар да болады. Сохранитті басамыз.
Енді бізде барлығы жақсы толды. Қараңыздар, барлығы толып тұр. Неке жақындатып көрсетейін. Основной текстіміз толып тұр. Мына жерде дұрыстадық, мына жерде подробныйын қойдық. Мына жерде де дұрыстадық, иә? Енді астыңғы жағында, ең астыңғы жағында опубликировать деген батырма бар. Неке, қараңыздар, жасыл батырма, иә? Қыздар, егер осыны басатын болсаңыздар, сіздің рекламаларыңыз уже кетіп қалатын болады. Мен қазір бұл батырманы баспаймын, себебі мен сіздерге көрсетіп отырмын, тек қана сіздерге көрсетіп үйретіп отырмын. Сіздер осы батырманы басқаннан кейін жарнамаларыңыз шығады бұйырса. Келесі сабақта сіздерге $1 мен 5-6 реклама шығаруды